Армысыздар, құрметті достар, бүгін сіздермен ипотекалық дәрігер Рүстем. Бүгінгі тақырып жекпе-жек айдары, яғни жалдамалы пәтер немесе ипотекаға пәтер алған дұрыс па? Артықшылықтар, кемшіліктер. Дәл осы видео сізді қызықтыратын болса, видеоның соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, лайктарыңызды аямаңыздар. Ағайын, белсенді болайық, белсенділікке сіздерді шақырамын. Сонымен біз тақырыпты бастаймыз. Көптеген біздің қазіргі таңда жас азаматтар айтып жатады, осы арендный пәтер өмір бақи үй снимать етіп тұра берген жақсы ғой деп, Европа немесе Америка халқына еліктеп жатады. Ол жақта жаңа 10 жыл, 20 жыл пәтер снимать етіп тұра береді, өзі біледі, ана штатқа көшеді, мына штатқа көшеді деген сияқты. Енді құрметті жастар, біздің менталитет ол жақтың менталитетімен мүлдем салыстыруға келмейді. Енді сіздерге айтатын қазір бойдақсыздар, я сіздерге қазір білінбейді, бірақ кейін бала шағаларыңыз өскеннен кейін білінуі мүмкін. Сонымен жалдамалы пәтерге тоқталайық. Артықшылықтары, жауапкершілік жоқ деп жазып қойдым. Бұл қандай мағынада? Қазіргі таңда біздің жаңа жалға беретін азаматтар, пәтерін жалға беретін азаматтар, олар бір жеке кәсіпкер емес, олар бір жерге бір тіркелген жоқ, яғни налог төлеуден қашады да, сізге ешқандай жаңа келісімшартсыз пәтерін жалға береді. Сол кезде сіздерде ешқандай жауапкершілік болмайды. Яғни ол пәтерде бірдеме бұзыла ма, қандай да бір техника сына ма, трубасы жарыла ма, су баса ма деген сияқты, немесе обой жыртыла ма, пол сына ма деген сияқты, ондайға ешқандай жауап алмайсыздар. Үйдің иесіне звондайсыздар, мына жер сынды, ана жер бүйтілді, келіп жасаңыз деп. Ал егер дәл сондай пәтерлер сіздерге келісімшартпен берілген болса, онда келісімшартты мұқият оқыңыздар. Сол жерде сіздің жауапкершілігіңіз жазылуы мүмкін. Ананы сындырсаңыз, сіз өзіңіз жасайсыз, мынаны бүлдірсеңіз, сіз өзіңіз оңдайсыз деген сияқты. Сонымен сондай келісімшартқа мұқият болыңыздар. Екінші артықшылықтар, кез келген уақытта сіз өзі сол пәтерден көше аласыз. Енді бұны да артықшылыққа жатқыздым. Яғни бір қалада жұмыс істейсіз, кейін ана бір қалада жұмыс табылса, сол қалаға көшіп кете саласыз деген сияқты. Осындай бір артықшылығын таптық. Сонымен егер арендовать ететін болсақ, яғни подселение деп атады ғой, көбінесе топпен арендовать етсеңіздер, сіздердің ай сайынғы төлем аз шығады. Онда бір артықшылыққа жатқыздым. Ары қаратай қалаған жерден, қалаған районыңыздан, өзіңіздің жұмысыңызға жақын жерден пәтер жалдап тұруға мүмкіндік бар. Барша артықшылығын осылай іздеп бар тапқаным осы. Енді құрметті достар, егер сізде де қандай да бір артықшылық болса, осы арендный пәтердің комментарийға жаза кетіңіздер. Кемшіліктер, достар. Кез келген уақытта сізге үй иесі босат деуі мүмкін. Ол үйді сатамын, немесе ол үйге ремонт жасаймын, ол үйде балам тұрады, құдам тұрады деген сияқты айтып, сіздерге кез келген уақытта үйден босатуын талап етуі мүмкін. Бұл да бір кемшілік. Екінші, ай сайынғы төлемді қандай да бір жағдайларға байланысты көтеріп жіберуі мүмкін да. Ай сайын сіз 100 мыңнан төлеп отырсыз, келесі айда сізге айтады, бізде коммуналдық қымбаттап жатыр, анау қымбаттап жатыр, давай 150 мың деп көтеріп жіберуі мүмкін. Ол да бір кемшілігі. Өз үйіңе емес, бір көсіліп, емін-еркін жататын да. Екінші, коммуналдыққа кейде кешіктіріліп төлесе, ол жерде кейде интернет, свет, су сияқты жаңағындай керекті заттар өшіріп қалуы мүмкін да. Көптеген жағдайларда ондай болған. Үшіншісі, жаңа көшіп қону. Айтсаңызшы, өзіңіздің жүгіңіз болса, кедей болсаң көшіп көр демекші, қазақ жаңағы транспорт шақыру, оны арту, басқа пәтерге көшу, ол жерден түсіру деген сияқты. Ол мебель сынады, бүлінеді да. Көшіп қону. Онан кейін алданып қалу қаупі. Қазіргі таңда мен таңғалам, осы уақытқа дейін сондай қауіп бар екен. Кеше ғана интернеттен оқыдым, Алматы қаласында бір кісілер жаңағы бірнеше адам бір пәтерді жалға алған, яғни алаяқтарға алданып қаласыз. Алаяқтар қайтеді, жаңағыда келісімшарттың жоқтығынан үй иесінен бір күндік, жаңа 2 күндік тәулікке снимать етеді да, оны кейбір адамдарға айға, жылға, арендаға жалға беріп жібереді. Ешқандай келісімшарт жоқ, құжат тексере алмайсыз, сондықтан осындай кезде алданып қалу қаупі бар. Тағыдай жаңағы өзіңіздің мебель болса, яғни жалға алған пәтерде де мебель бар, оны сыйдыра алмайсыз, сондайда бір кемшіліктері болып жатады. Міне достар, жалға алатын пәтердің артықшылығы мен кемшілігін сіздерге толыққанды айтып өттім. Енді ипотека жағында көшейік. Ең артықшылығы өз үйің, өлім төсегім демек сияқты. Ол жерге сіз қонақ шақырасыз ба, ол жерде өзіңіз білесіз енді, сіздің үйіңіз, яғни басыңызда баспанаңыз бар. Екінші, қалаған районыңыздан пәтер таңдай аласыз. Яғни алғашқы нарықтан, екінші нарықтан жер үй ма, енді ипотекаға алғаннан кейін сіз өзіңіздің алғашқы жарнаңызды салып ипотека рәсімдеп жатсыз ғой, өзіңізге қалаған жерден үй алуға құқығыңыз, мүмкіндігіңіз бар да, ол да бір артықшылық. Екінші, өзіңіздің қалауыңыз бойынша ремонт жасай аласыз. Ол үйге жауапкершілікпен қарайсыз. Қандай да бір обой, натяжной потолок, немесе паркет линолеум төсеп тастайсыз, оны өзіңіз білесіз. Мебель, өзіңіздің вкусыңызға байланысты мебель алып, оларды жайғастырып қойсаңыздар болады. Ол жерден ешқайда көшпейсіз, ол мебельді таскать етіп, жаңағы тасудың қажеті жоқ мысалы да.
Үшінші, инвестиция деп қарауға болады. Осыдан 5-6 жыл бұрын 10 миллион пәтер қанша болды? Қазір 10 миллион пәтер 15 миллион, 16 миллионға дейін барады. Бір бөлмелі пәтер мысалы. Бұрын осыдан 5-6 жыл бұрын 10 миллион тұрған пәтерлер қазіргі уақытта 15-14 миллион тұрады. Міне осы жағынан инвестиция деп алсаңыздар болады. Міне бұл артықшылығы. Енді кемшілігіне тоқтала кетейік. Әрине ай сайынғы төлем көп болуы мүмкін. Ол белгілі бір бағдарламаларға байланысты. Қал бағдарламаға сіз тұрасыз, соған байланысты. Переплатасы да көп болуы мүмкін, әрине ұзақ жыл қалсаңыз переплатасы да көп болады, бірақ оны көп-көптен жауып тастасаңыз өзіңіздің үйіңіз ғой, енді өзіңіздің үйіңіз үшін төлеп жатсыз. Ең бір қауіпті жағы, кемшілігі жағы, мына риск деп жазып қойдым, яғни ол қандай риск? Қандай да бір себептермен сіз жұмысыңыздан айырылып қалдыңыз, немесе жаңағы жалақыңыз қысқарып қалды да. Егер пәтер ақысын төлей алмайсаңыз, ай сайынғы төлемді төлемесеңіз жаңа ипотеканы, онда пәтерден айырылу қаупі бар. Көрдіңіздер да? Неғұрлым ипотекаға рәсімдегеннен банктермен келісімшартқа отырған дұрыс, банктерден ипотека алған дұрыс, нежели жаңағы орысша айтқанда қалай айтады анау? Бар ғой, кооперативтерге барғанша банкке жүгінген дұрыс, құрметті ағайын. Өйткені банк ол пәтерді юридически барлық жағынан тексеретін болады, және сіздерде титульный страховка болады. Титульный страховка басқа да бір үшінші бір иесі ол пәтер үшін келмес үшін. Көрдіңіздер да? Өнен кейін көп адам табыс растауы осы кемшілікке жатқыздым, яғни ипотека рәсімдейтін кезде табыстарыңыз жоқ болып жатады. Әрине 50% алғашқы жарна болса, табыс растамай алатын ипотека да бар, ал енді көп азамат табыс 50% алғашқы жарна жоқ, сондықтан табыс растау, яғни доход көрсету жағынан осындай бір кемшілігі бар. Міне достар, бүгінгі тақырып осы. Міне аренда, ипотека, екеуінің қайсысы артықшылығы, кемшілігі таңдау өздеріңізде әрине. Келесі видеода мен сіздерге ақша жинап үй алған дұрыс па, жоқ әлде бірден саласып үй алған дұрыс па, сол жайында түсіретін боламын. Дәл осы тақырып ұнаса лайктарыңызды аямаңыздар, каналыма жазылыңыздар, белсенді болыңыздар. Сау, саламат болыңыздар.